Құтқарушы төтенше жағдайлардан толған мақсат алдында толған арман, 25 жыл отпенен судан қорғап, қарсы тұрған қиынға шыққан алдан. Өз өмірін ұмытып өзге үшін, аямаған халқынан ақыл күшін, құтқарушы дүлейден далудан да аяғына жеткізбей қоймас ісін. Тыныштығы халқының ойлайтыны, қуанышы халқының тойлайтыны, күн демеген, тағы да түн демеген, белгілі ғой бір тыным алмайтыны. Арыстағы жарылыс аяғасты, қандай адам қалайша жаза басты, құтқарушы бірінші жетіп келген, көрмейін деп көздерден аққан жасты. Мақтаралды жайпаған топан суды, тоқтатуға ерлерің белен буды, құтқарушы мұнда да алғы шетте, еш уақытта білмеген босаңсуды. Рахмет сіздерге еріңдерім, сала білген өмірге өз өрнегін, президентім Қасым-Жомарт Тоқаев алғыс айтты. Осы емес пе ерлікпен еленгенім, арта берсін асқақтап беделдерің.